Кітап номер 165 Мәрзия Қасенованың Шамшырақ атты өлеңдер жинағы кітабы. Жалпы кітаптың өзі 153 беттен тұрады. Авторға келетін болсақ, Мәрзия Қасенова осы маңайдағы Үржар ауданындағы Үржар ауылының тумасы. Семей қаласында жаңағы жоғары оқу орнында оқыған. Негізі мамандығы физика-математика факультетін бітірген және физика пәнінің мұғалімі болып табылады екен, бірақ десе де бойындағы қабілеті, дарыны осы ақындық болғандықтан осындай жыр жинағын шығарған екен. Енді кітаптың өзі негізі 2018 жыл жарық көріпті. Енді өлеңдері оқып шықтық, жақсы, тамаша, сондай бір нәзік қыз жанының сырын сондай бір табиғатпен үйлестіре білген Фариза Оңғарсынованың жырлары секілді сондай нәзік жырлар екен. Енді баршасын шолмасақ та бір кейбір өлеңдерін оқып шығайық. Ұйқастары жақсы, тамаша. Сондай бір мәселен күздің соңғы айы қараша деген өлеңін оқиық. Көкжиекпен үйлескендей тамаша, тарбағатай тауларым тұр таласа, әттең шіркін бал күндерді сағындым, бала кездей жақын барып қараса, күрең күздің айы міне қараша, көк тиынның болмағанын қарашы, бүгін менің туған күнім, атармын алда әлі сізбен Құдай қаласа, күздің міне соңғы айы қараша, жер бетінде жоқ бірақ та қар аса, күзден кейін қыста келді күйзелтіп, сөйтіп уақыт сырғып жатыр алмаса, тау шыңдарын жауып жатыр міне қар баса, одан әрі көкжиек тұр қардаса, мен отырмын жұлдыздарға көз тастап, тек күтуден қайтем амал қалмаса дейді. Тамаша, ұйқастарда сондай мағынасы да. Сол секілді 23 бетте жаралы қыз деген өлеңде жайпап өттіп жасады жанымды күз, жауап күттім сонда да жағымды жүз, жылағаным ұнаса рахаттанып жақсы болса ал кәне жасымды тіз дейді. Керемет сондай бір бейнелі түрде жазған өлеңдері. Сонымен қатар бұл кітапта Мұқағали Мақатаевқа арналған бірнеше өлеңдері бар екен. Жалпы осы ақындардың ішінен Мұқағали ақынға арналған өлеңі бар екен. Енді көбінесе табиғатпен ұштастырған және сезімге, сағынышқа, сондай бір жауапсыз махаббатқа арналған өлеңдер тізбегі көп. Баршасын тоқталмасақ та кейбіреуін оқып өтейік. Мәселен 70-ші бетте тау самалы аймалап ескен еді, сезімімді енді кім ескереді, жақсы жағы бар шығар хат жазудың, кейде бақыт адамға кеш келеді дейді. Тамаша. Бір шумақпен қаншама ой, қаншама сезімді білдіре білген. Сол секілді солғын тартып өң тайып кеткен сынды, сағынды ма кім білсін өткен күнді, кірпіктерін найзадай бір көтеріп жансыз адам секілді еппен жұмды дейді. Қалай? Образды жаңағы бейнелі сөздің өздері бейне бір картина секілді тамаша жаңағы ұйқастыра білген екен. Сол секілді қош дегім келмейді дейді. Әні де бар екен. Бұл кісінің негізі бірнеше сөзіне жазылған әндерде бар. Мен өзіңді білесің ғой ұнатам, келер деумен тағы атты қобатаң, сырға таққан ақ қайыңның қасында жылап тұрып өз-өзімді жұбатам дейді. Керемет. Нем бар еді деген өлең. Сені ұнатып алайда нем бар еді, шын білініп жатқанда енді әлегі, бірақ сенің айтылған сөздеріңде жан жарасын жазатын ем бар еді дейді. Өжеттілік деген өлеңінде қыз көңілім толмаған соң басқаға, мен қоңырау шалдым саған жас қана, үлбіреген үміт гүлін тағы да өтінемін солдырып сен тастама дейді. Керемет. Және айта кететіні бұл кісінің Бекзат Саттархановқа арналған өлеңі бар екен, және Мадина Ералиеваға арналған өлеңі бар екен. Тағы да бір өлеңін оқиын. Негізі жалпы өте бір сондай бір әлеуетті өлеңдер өте көп. Ұйқасқа, табиғатқа, сырға,
махаббатқа арналған тамаша өлеңдер өте көп екен. Түсінерсің бірде сен деген өлеңінде бүйтеді: қаламаса көңілім гүлді әсем, менде саған мойнымды бұрмас ем, жақын тартып қалғаным ба соншалық жетпей тұрған сияқты ғой бір нәрсем. Үшінші шумағында: жылу сыйлар шырағымның білтесең, ұғынарсың мұның бәрін біртесен, ең алғашқы махаббатым кіршіксіз, біле білсең және соңғы нүктесең дейді. Тамаша. Енді Мәрзия Қасенова Наурызхан қызы ақынымыздың негізі өлеңдері өте керемет. Фариза Оңғарсынова секілді сол кісінің ізін жалғастырушы ақын ару қыздарымыздың бірі. Жалпы бұл кісіге енді шығармашылық табыс тілейміз. Әлі талай елдің жадында қалатын, әні шығатын тамаша өлеңдері шыға берсе деген тілегіміз бар. Жақсы, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Қайыртай Қажығұлов, Аманғазы Шегіров, Бабалар салған сара жол.